күн бәріңізге. Менің есімім Жарқынай. Осыған дейін өзімнің блогымда қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына байланысты ақпараттарын бөліскен болатынмын. Қазіргі таңда мен Германияда оқып жатырмын, магистратурада академияға ұтқырлық бағдарламасымен. Енді Германиядағы бірнеше айлардан кейін осындағы өмір жайында түсіруді жөн көрдім. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Мен өзім Франкфурт қаласында оқимын, бірақ Висбаден қаласында тұрамын. Екеуінің арасы 1 сағаттық уақыт. Германияның жүйрік пойыздарымен ол ешқандай қиындық тудырмайды. Bir қаладан екінші қалаға қатынап оқу деген сөз. Енді бұл қалада, Висбаден қаласында бізде үй 5 этажды, соның 5-ші қабатында тұрамыз. Яғни мен өзім тұрмаймын. Маған дейін менің осындағы құрбым, ол осында Висбаден қаласында оқиды, ол да студент. Біз бұл үйді 500 евроға жалдап жатырмыз. Германияда мынадай өздерінің ішкі заңдары бар. Егер міндетті түрде салықты радиоға, телевизорға төленеді. Егер сен оны қолданбасаң да, сен оны төлеуге міндеттісің. Енді біздің үйге саяхат жасайық. Бұл міне біздің ас үй. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұл міне бірден біздің қонақ күтетін бөлме, яғни өзіміз отыратын, сабақ оқитын. Мұнда пианиномыз тұр. Және бізде кәдімгідей үлкен терезелер жоқ, себебі біз жоғарғы қабатта тұрамыз. Бұл біздің 2-ші қабатымыз, бұл жатын бөлмесі мұнда. Біздің ас үйде көріп отырғандарыңыздай тоқ пен газымыз бар, одан кейін термосымыз бар, деген секілді керек жарақтың барлығы бар. Енді мұндағы артықшылық біз қоқысты сұрыптаймыз. Қазір көрсетейін. Мұнда біздер бұл қағаз саламыз. Мұнда тек қана таза қағаздарды міне көріп тұрсыздар, Одан кейін мұнда қалдықтарды, тамақтарды деген секілді органикалық заттарды біз осында саламыз. Ал мұнаның ішіне мысалы консервінің сырты, мысалы сүттің коробкасы деген секілді барлық нәрсенің сырты, пластмасс нәрселерді біз осыған жібереміз. Түсінікті ғой, Бұл әжетхана бөлмесі. Көріп отырғандарыңыздай. Бұл міне жатын бөлме. Мұнда ұйықтаймыз. Мұнда киімдерімізді саламыз деген секілді. Сонымен біздің рум тур аяқталды. Көріскенше күн жақсы.